достар, бүгін біз сіздермен бірге донат дайындайтын боламыз. Ең бірінші лавашын дайындап аламыз. Лавашын дайындау үшін бізге су, күнбағыс майы, тұз және де ұн керек болады. Ең бірінші тұзымызға суымыздың жартысын құйып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін судың барлығын қосамыз. Ендігі кезекте ұнымызға күнбағыс майынан кейін тұзды суымызды қосып, нанымызды илейміз. Міне біз нанымызды илеп болдық. Ендігі кезекте 30 минутқа бетін жауып қоямыз. Елі қану керек. Елі қанғаннан кейін тағы да басамыз. Елі қанғаннан кейін 15 минут сайын тағы да нанымызды басып отырамыз. Ендігі кезекте нанымыздың елі қанғанша біз картошка фриімізді дайындаймыз. Картопымызды ең бірінші осылайынан ұзынырақ және жіңішкелетіп тураймыз. Турап алғаннан кейін оны суға салып, крахмалын кетіреміз. Содан кейін оны салфеткаға кептіреміз. Кептіріп болғаннан кейін қызып тұрған майға барлық картошка фриларымызды пісіреміз. Міне осылайынан піседі. Барлық фриларымызды осылайынан пісіреміз. Міне дайын болды. Және де біздің қамырымыздың, яғни нанымыздың елі қанды. Енді оны ыдысымыздан алып 8 бөлікке бөлеміз. Бөліп алғаннан кейін барлығын осылайынан дөңгелектеп шығамыз. Міне дөңгелектеп алдық. Ендігі кезекте бетіне ұн себеміз. Ұнымызды сеуіп болдық. Енді видеода көрсетілгендей үстін басамыз. Басып шыққаннан кейін қамырымызды жаямыз. Барлық қамырларымызды осылайынан жайып шығамыз. Міне біздің қамырларымыз осылайынан жайылады. Осылайынан жіңішке болу керек. Енді оны пісіреміз. Міне біз пісіріп алдық. Ендігі кезекте ішіне қосатындарын дайындаймыз. Біз фриімізден кейін тауықтан кейін міне қиярымызды жіңішкелеп ұзынырақ қылып кесіп, және де қызанағымызды да кесіп дайындап қойдық. Ендігі кезекте кетчуп майонезімізді алып, оны ыдысқа құйып, майонезімізден кейін кетчупымызды салып, кетчуп майонезімізді жақсылап араластырамыз. Араластырып болдық. Міне бізде осындай соус дайын болады. Енді оны лавашымызды алып, лавашымызға жағамыз. Лавашымызға кетчуп майонезіміз жақ болғаннан кейін қиярды, қиярдан кейін қызанақты, қызанақтан кейін тауықтан кейін фриімізді салап аламыз. Содан кейін видеода көрсетілгендей қылдыртып астынан кейін үстін осылайынан ораймыз. Міне біз орап болдық. Ендігі кезекте грильге немесе табаға қыздырып аламыз. Міне біз қыздырып алдық, және де біздің донорымыз дайын болды. Бұл донор өте дәмді шықты. Жасап көріңіздер. Егер бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, подписаться етуді ұмытпаймыз. Астарыңыз дәмді болсын.